Үйдегі кәріз желілерінің бітелуі мәселесі көп қабатты үй тұрғындары үшін үлкен проблема екені анық. Жақында Критика Шымкента Instagram паблигінде осы тақырыпқа байланысты материалдар жарық көрді. Қала тұрғындарының бірі үйінің жанындағы кәріз желісін тазартып жатқанын бақылаған. Бұл көп тұрғындар үшін өзекті мәселе. Кәрізге қоқыстың кез келгенін төге салатын, тастай салатын немқұрайлы көршілермен не істеуге болады? Желінің бітелуі мәселесін қалай шешуге болады? Оның жолы бар ма? Желі бітелсе, жертөлені су басады. Және бұл үй іргесінің құздануына да әкелуі мүмкін. Антисанитария болады. Ал ең бастысы, үй тұрғындарының қалтасын қағады. Негізі үйдің ішкі желілерін қадағалау, оның ішінде кәріз желісіндегі бітелуді болдырмаудың ең тиімді шешімі көп қабатты үйлерде өзін-өзі басқару органдарын құру қажет. Бұл шешім екі бірдей маңызды мәселені шеше алады. Біріншіден, үй тұрғындарына кәрізді пайдалану ережелерін сақтау туралы үздіксіз түсіндіру жұмыстары жүреді. Басты мақсат тұрғындардың мүддесі әрине. Ал екіншіден, су бұру желілерінде жоспарлы алдын алу жұмыстарын жүргізіп, жөндеумен айналысатын сервистік компаниямен келісім шарт түзіледі. Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің әкімшілігі бірқатар іс-шараларды, оның ішінде ақпараттық түсіндіру жұмыстары бойынша нақты жоспар әзірледі. Бұл шара үй-ішілік желілердің бітелуін азайтып, оны болдырмауға ықпал етуі керек. Және ең алдымен оған көп қабатты үйлердің тұрғындары өздері белсенділік танытуы керек. Ең бастысы, кәріз желісін тиісті мақсатта пайдалану қажет. Тазалық жинай берген жерде емес, таза ұстаған жерде болады. Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, сіздерден кәріз жүйесін дұрыс пайдалануды, ондағы ережені сақтауды сұранамыз. Дәретханаға мына заттарды тастауға болмайды. Памперстер және басқа да гигиеналық заттар, тамақ қалдықтары, тұрмыстық қоқыс. Кәріз желісінің бітелуі жертөледегі, орталық желідегі күрделі мәселелерге, жағымсыз иістің шығуына және кәрізді қалпына келтіруде айтарлықтай шығынға ұшыратуы әбден мүмкін. Сондықтан ұқыптылық танытыңыздар, абай болыңыздар.